Сәлем достар, біз бүгін present continuous tense. Нақ осы жақ болмаса созылмалы осы жақ. Present continuous tense ол қандай да бір іс-әрекет бұрын басталып, қазір жалғасын тауып, әлі де болатын процесс. Present continuous tense-тің уақыт үстеулері now, at the moment, дәл қазір, still, әлі. Яғни қандай да бір процесс бұрын басталып, әлі жалғасын тауып жатыр. Жасалу жолы subject, яғни бастауыш, қосылған am, is, are, яғни to be-дің осы жағы, және етістікке ing жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Present continuous tense бірнеше түрлі контекстте кездеседі. Біріншісі, дәл қазір болып жатқан іс-әрекет туралы айтқан кезде. Мысалға, he is sleeping now. Ол қазір ұйықтап жатыр. Бұл жерде контекст, сіз есікті ашып қарадыңыз, онда бір ер адамның ұйықтап жатқандығын көресіз. Бұл жерде ол қашан ұйықтап бастағаны маңызды емес, ең бастысы қазір ол ұйықтап жатқан процесте. They are having dinner. Олар кешкасын ішіп жатыр. Бұл жерде де олар тамақты қашан бастап ішкені маңызды емес, 1 сағат, мүмкін 15 минут бұрын бастады. Ең бастысы қазір оларда бір процесс жүріп жатыр. Әлі жалғасын табады. Your brother isn't studying now. Сенің бауырың қазір оқып жатқан жоқ. Мүмкін ол ойнап жүр, басқа бір іспен айналысып жатыр. It is not raining at the moment. Қазір жаңбыр жауып тұрған жоқ. Яғни, қазір мүмкін бұлтты, болмаса күн ашық. Екінші, осы күндер жалғасын тауып жатқан әрекет. Біз ол әрекетті бастадық, бірақ әлі аяқтаған жоқпыз. Мысалға, кей іс-әрекеттер қысқа уақыт аралығында бітпейді. Мысалға, біз кино көрсек, кино сериалдар көрсек, ол 1 ай бұрын басталады, қазір болып жатады, әлі жалғасын тауып жатады. Сол сияқты сіз ағылшын тілі курсына барып жүрсіз, қазірде барып жүрсіз, болашақта да бара бересіз. Яғни, қандай да бір іс-әрекет басталып, әлі аяқталған жоқ. Мысалға, сіз бір тамаша кітап оқып жатсыз, сіз кітапты бір ғана күнде оқып бітпейсіз. Мысалы, 1 апта бұрын бастадыңыз, қазір оқып жатсыз, әлі де оқи бересіз. I am reading an interesting book. Мен бір тамаша кітап оқып жатырмын, немесе оқып жүрмін. Үшінші, болашаққа келісім шарт қойғандағы әрекет. I'm meeting my father tomorrow. Мен әкеммен ертең кездесемін. Бұл жерде сіз де әкеңізде келісіп қойдыңыздар уақытын және кездесетін орынды. Сондықтан да осы present continuous жағында сөйлем жасаймыз. Төртінші, уақытша ғана орындалатын іс-әрекеттер. Мысалы, my friend lives in Өскемен, but this week she is staying at the hotel. Бұл жерде контекст былай. Сіздің досыңыз Өскеменде тұрады, бірақ ремонт жасап, басқа бір себептерден уақытша ол отельге тұрып жатыр. Сондықтан да she is staying at the hotel деп уақытша бір іс-әрекетін сипаттап жатырмыз. They work until 5 p.m. but this week they are working until 8 p.m. Олар негізі 5-ге дейін жұмыс жасайтын, бірақ осы апта олар 8-ге дейін жұмыс жасады. Бұл жерде контекст, осы апта оларға тексеру келді, сондықтан да жұмыс істеу уақыттары ұзарған. Келесі, уақытша өтіп жатқан процесті сипаттау кезінде. Мысалы, the population of Kazakhstan is increasing. Яғни, Қазақстанның халық саны өсіп жатыр. Бұл жерде процесс бізге көрінбейді, бірақ нәтижесі байқалып тұрады. Your English is getting better. Мысалға, біз ағылшынымызды жақсарту үшін де бізге процесс керек. Яғни, уақыт өткен сайын сіз ағылшын тілін үйренуді тоқтатпасаңыз, сіздің процесіңіз жақсарады. Мысалға, менің денсаулығым жақсарып келе жатыр, күн жылынып келе жатыр. Сол сияқты қандай да бір процессті сипаттаған кезде қолданамыз. Соңғысы, фото не суретті сипаттаған кезде. Бұл сурет мейлі 100 жыл бұрын, мейлі 10 күн бұрын салынады, салынған болуы мүмкін, бірақ осы суретті біз сипаттаған кезде, осы суреттегі іс-әрекеттерді біз present continuous жағында сипаттап береміз. Сонымен қысқаша бір
қайталап өтейік. Present continuous tense біз қолданамыз. Іс-әрекет дәл қазір болып жатса. Things happening now. I'm watching the whiteboard. Мен тақтаға қарап отырмын. Дәл қазіргі болып жатқан, созылып жатқан іс-әрекет. Temporary situation. Уақытша жағдайлар. She is staying with her aunt. Ол уақытша тетясымен бірге тұрып жатыр. Future plans. Яғни болашаққа жоспар құрған кезде нақты уақыты белгіленеді. Мысалы, we are having an exam next Friday. Біз емтиханымызға келесі жұма күні қатысамыз, сол кезде емтиханымыз болады дейді. Яғни болашақтағы бір өтетін процестің уақытын және күнін айтып отыр. Сонымен болымды түрде мысалға I am drinking tea. Мен шай ішіп жатырмын. He is working at home. Ол үйде жұмыс істеп отыр. Болымсыз сөйлем жасаған кезде not сөзін қолданамыз. I am not drinking tea. He isn't working. Ал сұраулы сөйлем жасаған кезде to be сөйлемнің алдына шығады. Мысалға, are you drinking tea? Сен шай ішіп жатсың ба? Is he working at home? Ол үйде жұмыс жасап жатыр ма? Сонымен present continuous tense-тің time expression-дері now, қазір, at the moment, дәл қазір, this week, осы аптада, осы күні деген мағынада.